жаңағы have-пен қалай сұрақ қоюға болатынын үйренеміз. Мысалы үшін, сізде үй бар ма? Олардың баласы бар ма? Менде үй бар, немесе болымсыз түрін оқимыз. Қазір үйренеміз. Менде үй жоқ, менде көлік жоқ, олардың баласы жоқ дегенді қалай айтамыз? Соған назар аударайық. Мысалы үшін, you have a car. Сенде, сізде, сіздерде машин бар, көлік бар. Сенде деп айта берейік. Сенде машина бар. Сұрақ қоямыз. Сенде машина бар ма? Сұрақ қою үшін бізге міндетті түрде көмекші етістік керек. Do деген. Жаңағы бар ма? Ма дегенде осы do беріп тұр. Мына have бар деп аударылып тұр. Қазақ тіліне. Сондықтан да сұрақ былай болады. Do you have a car? Сенде машина бар ма? Бұл do қазақ тіліне аударылмайды. Бұл көмекші етістік. Бұл жаңағы ма, ме, ба, бе, папенің рөлін атқарып тұр. Келесі. Оларда they have a house. They have house. Оларда үй бар. Оларда үй бар ма деген сұрақты қою үшін тек қана do'ды қоса саламыз, қалғанын бәрі өзгермей сол қалпында қалады. Do they have a house? Егер оларда үй болса, yes, they do дейміз. Оларда үй бар деген сөз. Оларда бар деген сөз. Немесе yes, they have a house деп толығынан жауап беруге болады. Yes, they do. Yes, they have a house. Егер оларда үй болмаса, no, they do not дейміз. Do not деген жоқ деген сөз. Do not have a house. Жоқ. Оларда үй жоқ. No, they do not have a house. Do not деген жоқ дегенді білдіреді. Оларда үй жоқ. Тағы да видеоны тоқтатып қойып осы мысалды өздеріңізге жазып алуға болады. Келесі мысалдарымыз жекеше түр үшінші жақпен болады. She, ол әйел адам. She, ол әйел адам. Әйел адамның орнына кез келген әйел адамдарына атын қоюға болады. Айнұр, Жазира, Шынар. She has a child. Оның әйел адамның баласы бар. She has a child. Енді сіздің сұрақ қойғыңыз келеді. Оның баласы бар ма? Соны қалай қоямыз? Енді назар аударыңыздар. Бұл жекеше түр үшінші жақ. Бұның да өзінің көмекші етістігі бар. Ол көмекші етістік does. Do сияқты бұлда қазақ тіліне аударылмайды. Бұлда ма, ме, ба, бе деген жаңағы сұрақ жалғаулықтардың рөлін атқарады. Does she, тағы да назар аударыңыздар, have a child. Оның баласы бар ма? Оның әйел адамның баласы бар ма? Енді назар аударыңыз. Жаңа біз үшінші жақта have-тің has түрін алғамыз. Ес жазылған болатын бұның орнына have емес has. Енді сұрақ қойғанда мына s, мына дуға кетіп қалады. Ол does деп оқылады, does. Сондықтан да біз сұрақ қойғанда does she has демейміз. Does she have a child дейміз. Осы жерде дұрыстап ұғып алыңыздар. Мысал үшін, he has a pen. Онда қалам бар. Шыққан ма? Өшір, тоқтат. He has a pen. Ода қалам бар. Ол, ер адам,
Үшінші жақ жекеше тұр. Has деп айтамыз. Енді сұрақ қойғымыз келсе, ода қалам бар ма деп сұрақ қойғымыз келсе, көмекші етістік бізге керек міндетті түрде. Does'ды қоямыз. Does. Мына S мына жерге кетіп қалды. Does he have a pen? Ода қалам бар ма? Does he have a pen? Ода қалам бар ма? Тады, тек қана сұрақ жолдайық. Does it have 4 legs? Ода 4 аяқ бар ма? Кез келген жансыз зат. It. Does көмекші етістік. Does болғандықтан тағы да have деп айтамыз. Does it have 4 legs? Ода 4 аяқ бар ма? Кез келген орындықты немесе үстелді айтып тұрмыз. Does it have 4 legs? Does he have a pen? Ода қалам бар ма? Адам he. Does she have a child? Оның баласы бар ма? Әйел адамды айтып тұрмыз. Does she have a child? Егерде сұрақ иә болса, онда yes, he, she does дейміз. Yes, he, she does. Қазақша бұл қысқа ғана иә деген сөз. Бір ғана иә деген сөз. Ағылшынша yes, he does. Немесе yes, she does болады. Иә деген сөз. Егерде жауап болымсыз болса, no, he немесе she does not дейміз. Does қысқарта бер. Doesn't деп айтуға болады. Мен сізге қысқартқан түрін оқыттым ғой. Өткен сабақтарда жаңағы isn't-тің, aren't-тың қысқарған түрлері сол сияқты. No, he doesn't. Жоқ деген сөз тек қана. No, she doesn't. Жоқ. Мысалы үшін, she has a child. Оның баласы бар. Сұрақ. Does she have a child? Оның баласы бар ма? No, she doesn't. Жоқ. Оның баласы жоқ дегенді білдіреді. He has a pen. Оның қаламы бар. Does he have a pen? Оның қаламы бар ма? No, he doesn't. Жоқ. Оның қаламы жоқ. Бірақ егер ода қалам болса, yes, he does дейміз. Иә деген ғана жауап.